Өнеркәсіптік әлеуеттің көшбасшысы, елдің көмір астанасы және ғарыш айлағы. Осының бәрі және тағы басқалар. Біз республикамыздың ең ірі өңірлерінің бірі Қарағанды облысы туралы жиі естиміз. Аймақтың кеңістігінде ел халқының 1/1 бөлігі тұрады және жұмыс істейді. Оның астында қатты пайдалы қазбалардың әсерлі қоры шоғырланған. Рассказывать о Карагандинской области можно по-разному. Результат один. Регион привлекателен для всех – туристов и жителей, бизнесменов и инвесторов, студентов и спортсменов. Для каждой категории здесь созданы максимально комфортные условия, которые совершенствуются из года в год. Қарағанды облысы Қазақстанның полиэтникалық аймақтарының бірі ретінде бейбітшілік пен келісімнің эталоны болып табылады. Қарағанды облысының тұрғындары қазақстандық қоғамның экономикалық, саяси, мәдени және әлеуметтік дамуына үлкен үлес қосты. Өйткені Қарағанды кадрлар ұстасы болып табылады. Ал достар, дайынсыздар ба? Почему? Сапарға шығуға. Біз Қарағандыдағы достық үйінен бастап, осы өлкеміздің қызықты да әдемі жерлеріне қарай жол тартпақпыз. Таныс болайық. Менің есімім Бекарыс Жұмабек. Ал менің достарым Жанар Елшібекова және Александр Бачаров. Айтпақшы, Саша, сізге тағы да бір тапсырма бар. Біз қазақ тілін үйренуді бастаймыз. Легко. Легко емес, оп-оңай деңіз. Оп-оңай. С чего начнем? Туған жердің тарихынан бастаған дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан да бірінші баратын жеріміз мұражай. Ал кеттік. Қарағанды облысы Қазақстанның көп ұлтты өңірлердің бірі болып табылады. Онда қоғамның экономикалық, саяси, мәдени және әлеуметтік дамуына үлес қосқан 100-ден астам этнос өкілдері тұрады. Большую работу по развитию поликультурализма на сегодня ведет Ассамблея народа Казахстана. Облыс аумағындағы белгілі бір этностардың ең үлкен дәстүрлі тарихи орындары туралы айтуға болады. Французский мыслитель Вольтер еще в начале XVIII века сказал: «Тот, кто не знает своего прошлого, не знает своего настоящего, не знает самого себя». Бұған бір нәрсені ғана қосып өтуге болады. Өз тарихыңды білу үшін өткен бабалардың рухын ұлықтау керек. Осы орайда біз өлкеміздің тарихына үңілу үшін Қарағанды облыстық тарихи өлкетану мұражайына келдік. Музей 1932 жылы 7 қарашада құрылған болатын. Музейде Қарағанды облысының жалпы тәуелсіз Қазақстан тарихының дамуын, мәдениетін, археологиясын, спортын, шығармашылық өнеркәсібін сипаттайтын 16 залдан тұрады. Музей қорында 150 мыңнан астам жәдігер сақталған. Жалпы музей қазіргі адам өмірінде алатын орны ерекше, себебі музей тарихты, мәдениетті, өскелең ұрпаққа, отанға деген сүйіспеншілігін артуға, жастарға патриоттық тәрбие беруде маңызды орын алады. Мұнда ғаламшардағы тіршіліктің пайда болуына байланысты әртүрлі заттар, біздің дәуірімізге дейінгі 18-15 ғасырлардағы археологиялық олжалар мен палеонтологиялық экспонаттар, аймақтың флорасы мен фаунасы, оның ішінде өсімдіктер мен жануарлардың өте сирек кездесетін түрлері бар. Қазақстан халықтар ассамблеясының орны да ерекше болып табылады, себебі Қазақстан көп ұлтты мемлекет болып табылады. Біз жыл сайын халықтар достастығы күнінде, 1 наурыз алғыс айту күнінде түрлі іс-шаралар өткізіп тұрамыз. Дөңгелек үстелдер, немесе сол кісілермен жеке кездесулер, олардың ұлттық тағамдарын, ұлттық киімдерін насихаттайтын бірнеше шара өтеді. Музей қорында көптеген ұлт өкілдерінің ұлттық киімдері, қолданыстағы заттары сақталған. Бүгінде Қазақстан көп ұлтты ел деп сеніммен айтуға болады. Этносаралық келісім мемлекеттің саяси тұрақтылығының негізі болды. Азаматтар ұлттары бойынша бөлінбейді, бірақ өздерін Қазақстан Республикасының біртұтас халқы деп санайды.
Здесь можно ознакомиться с экспонатами, рассказывающими о традиционном казахском обществе, об этнографии, декоративно-прикладном искусстве, о строительстве и развитии города и угольного бассейна, о космонавтике и первых исследователях края Русакове, Гапееве и Сатпаеве. В Караганде я оказался в 1963 году. Из 85 лет 60 лет живу в Караганде. Приехал сюда с настроением, что здесь, кроме колючей проволоки заключенных, ничего нет. Так меня настроили, когда ехал. Но когда приехал, я убедился совсем другому. Поэтому для меня Казахстан, Караганда – это вторая родина. Я благодарю судьбу, что я здесь оказался, что я, как говорится, достиг определенных результатов, и этим результатом делюсь со своими окружающими коллегами, шахтерами. В 1945 году механик-комбайнер шахты 31 Макаров изобрел первый угольный комбайн. То есть родина, Караганда стала родиной первого в мире угольного комбайна. Рекордный объем добычи. Я не буду называть цифры, но Караганда тоже является родиной мировых рекордов по добыче угля. Шахтеры Караганды являются рекордсменами по скоростной проходке горных выработок. Значит, бригада Дансберг на 122 шахте в 1965 году за месяц прошла 2500 погонных метров. В то время, когда обычная норма была 40-50, ну скоростники там по 150 метров, но 2500 вот это был мировой рекорд, который до сих пор еще никто его не перекрыл. Тарихи материалдар, ғылыми құжаттамалар, әдеби библиографиялық басылымдар қазақ халқының тұрмыс тіршілігін, салт дәстүрін жеткізеді, өткені мен болашағы арасындағы параллельді қалыптастырады. Тарихта Қазақстан миллиондаған кеңес азаматтары үшін депортация орнына айналды. В период массовых политических репрессий необоснованные карательные меры применялись не только по отношению к отдельным лицам, представителям социальных групп, классов, религий, но и к отдельным народам по принципу коллективной ответственности за национальную принадлежность. 2002 жылы құрылған Долинка кентіндегі саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу мұражайында кеңес үкіметінің азабын шеккен мыңдаған тұтқынның қиын тағдыры жайында деректер бар. Қарағанды түзеу еңбек лагері, қысқартылған Қарлаг, 1931 жылы құрылды. Бұл КСРО-дағы ең үлкен лагерлердің бірі болды. Оның аумағы бірнеше жүз шақырымға созылды. Людей, ранее живших в местности, принудительно выселили. Управление Карлага НКВД размещалось в поселке Долинка. Здесь для него, используя труд заключенных, возвели административное здание. В трагические 40-е годы чеченские и ингушские народы, как и большинство этносов, были насильственно подвергнуты депортации в Казахстан. И в этих условиях, тяжелых, сложных условиях, благодаря помощи, поддержке местного населения наш народ выжил и сегодня являются активными членами единого общества народа Казахстана. Мы, конечно, этим гордимся. Лагерь таратылған кезде ғимаратты кейіннен әртүрлі ұйымдар, ауыл шаруашылық техникумы, балалар санаторийі, өндірістік бірлестік пайдаланды. С 2010 года в здании бывшего управления Карлага НКВД располагается музей, в котором содержатся документы, фотографии и личные вещи заключенных. Ең қайғылы нәтижелердің бірі миллиондаған адамның өмірін жалмаған бүкіл халықтық ашаршылық болды. Мұражай экспонаттары Карлаг туралы ғана емес, оның қалыптасуына дейінгі оқиғалар туралы да баяндайды. Қазақтардың тұрмысы, тұрмыстық заттары көрсетіліп, күштеп ұжымдастыру, дүние мүлкін тәркілеу және оның зардаптары тақырыбы қозғалады. Среди репрессированных было много представителей интеллигенции. Сюда попадали ученые, художники, историки, журналисты. Отдельная экспозиция посвящена людям и их судьбам. Здесь размещены фотографии и документы, хранящие память о многочисленных репрессированных. 2020 жылы Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев арнайы жарлық шығарған болатын.
саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы, оларды толық саяси тұрғыдан ақтау туралы мемлекеттік комиссия құрылған. Міне сол мемлекеттік комиссияның құрамы өңірлік комиссиялармен толықтырылып, әрбір облыстарда аймақтық комиссиялар жұмыс істей бастады. Міне аймақтық комиссиялардың жұмысының алғашқы нәтижелері осы саяси қуғын-сүргін құрбандарының бұрын ғылыми айналымға енгізілмеген, жарияланбаған немесе құпия түрде сақталып келген құжаттарды міне бүгін біз жарыққа шығарып көпшіліктің назарына ұсынып жатырмыз. Осы репрессия жылдары, соғыс жылдарының қарсаңында кеңес үкіметінің сондай бір тоталитарлық жүйесінің нәтижесінде жазықсыздан жазықсыз басқа этностарды, Қырым татарларын, солтүстік Кавказдан шешен, ингуш, қарашай, балқар, яғни қиыр шығыстан Корей халықтарын депортациялаған болатын. Бұл да болса, сол кездегі репрессия құрбандары деп есептеуімізге болады. Және олардың күні бүгінге дейін ұрпақтары осы біздің аймақта өңірде өмір сүріп келе жатыр. Мұражайдың көптеген бөлмелері лагердің құрылымын, тұтқындарды ұстау жағдайларын, олардың өмірі мен сабақтары жайында шынайы көрсетілген. Қуғын-сүргінге ұшырағандардың күнделікті тыныс-тіршілігі, міндеттері мен барлық істерін орындауға жұмсаған орасан зор жұмысы туралы түсінік алуға болады. Хоть условия, в которых жили люди, были крайне тяжелыми, они находили в себе силы жить дальше и вносить что-то светлое в свое существование. Тұтқындар шығармашылықпен айналысты. Кітап оқыды, көрмелер мен концерттер өткізді. 31 мамыр қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне орай Қазақстан Халқы Ассамблеясында түрлі шараларды өткізуде. Среди мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий, Ассамблея народа Казахстана проводит различные акции, уроки мира и согласия, и в том числе уникальный международный проект «Память во имя будущего». Қарқаралы, Қарағанды облысының ғана емес, бүкіл Қазақстанның мақтанышына айналған жер. Қазақстан Халқы Ассамблеясы үшін бұл өлкенің идеологиялық және тарихи құндылығы зор. Каркаралинск – самый старый и вечно молодой город Карагандинской области. Его история началась с небольшого степного поселка, уединившегося в долине горной речки. Через него шли караванные пути из Центральной Азии в Сибирь. Қала 1824 жылы Ресей империясының әскери бекінісі ретінде құрылды. 1827 жылы осы бекініс базасында Қарқаралы қазақ ауылы қалыптасты. 1869 жылы оған қала мәртебесі берілді. Қарқаралы қазақтың ұлы тұлғаларының туған жері. Қазбек би, композитор және әнші импровизатор Тәтімбет, Шешен Кенже, ақын Мәди, тұңғыш қазақ заңгері Жақып Ақпаев, ғалым агроном Малай Юнусов, Қазақстанның халық артистері Қалибек Қуанышбеков пен Мақпал Жүнісова, Кеңес одағының батырлары Нүркен Әбдіров, Петр Тереев пен Мартбек Мамраев, тұңғыш қазақ ұшқыш ғарышкері Кеңес одағының батыры генерал Тоқтар Әубәкіров. Бүгінде Қарқаралы Қарағанды облысының экономикалық және мәдени өмірінде маңызды рөл атқарады. Аймақта тұрғын үйлермен қоса демалыс орындары, сауықтыру лагерлері, өлкетану және табиғат мұражайлары жұмыс істейді. Мұнда мемлекеттік ұлттық табиғи парк те орналасқан. Қарқаралыда тұратын қазақ халқының үлесі 96%-дан асады. Осыған байланысты басқа этнос өкілдері қазақ тілін өте жақсы меңгерген. Біз өзіміз Қарқаралыда қаншама ұлт тұрса да бәріміз жақсы татты өмір сүреміз, бір-бірімізді ренжітпейміз. Қазақ тіліне осы Қарқаралыда тұрып қазақ тіліне үйрендім. Осы Қарқаралыда тұрып қай ұлт болса да біз үлкен бір отбасы деп санаймын. Біздің Қарқаралы және Қарқаралы өңірі, Қарқаралы ауданы табиғаты өте бай. Қонанбай Өскенбаев мешіті Қарқаралы қаласының ең маңызды сәулет ескерткіші болса керек. Это одна из старейших мечетей в нашей стране. Построена она была еще в 19 веке, и с тех пор ее двери открыты для многочисленных верующих. Бұл ескерткіштің архитектуралық маңыздылығынан басқа, қазақ мәдениетінің барлық белгілері үшін жоғары рухани құндылығы бар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Осы Қарқаралы
ауданында, Қарқаралы ауданының орталығында бой көтеріп тұрған осы қасиетті Құнанбай қажы мешіті 1851 жылы бой көтереді. Бұл мешіттің бой көтеруіне себепші болатын осы жерде сол кездері Қарқаралы өңірінде болыс болып тұрған кезінде Өскенбай ұлы Құнанбай қажы бабамыз осы мешіттің көтерілуіне себеп болады. Сол кездері Өскенбай ұлы Құнанбай қажы бабамыз осы мешіттің салынуында үлкен мән береді. Және де осы мешітке қарап тұрсаңыздар, бұл Қарқаралының жан жағынан қарасаңыздар, қай тарапынан қарасаңыздар да бұл мешіттің бойы және де күмбезі көрініп тұрады. Өйткені бұл мешіт былайша қарағанда осы Қарқаралының ең төбе жағында орналасқан, және де бұл мешіттің сол кезден бері сақталып, және де осы кездерде, сол кезеңдерде былайша айтқанда қазақ мұсылмандары сол күнге өсиет болсын, сол кісілерге былайша айтқанда ғибрат болсын деген мақсатпен бұл жерде медресе, және де қаншама қари хафиздер тәлім алып, және де осы жерде қаншама имамдар қызмет атқарған. В 80-е годы мечеть Кунанбая была полностью отреставрирована. На сегодняшний день она передана верующим и используется по первоначальному назначению. Мы отъехали совсем недалеко от Музея природы Каркаралинского национального парка и попали в уникальное место, которое называется «Три пещеры» или «Пещера древнего человека». Үңгірге апаратын жол орманның шетінен өтеді. Тар таулы тасбұлақ шатқалы арқылы мөлдір қабырғалары бар, оның түбінде ағын ағып жатыр. Ал беткейлерде сирек кездесетін қарағайлар саңлауларға жабысып қалады. Бұл гранит плиталармен жасалған шағын тас каньон және зынданға 3 кіреберіс тесік. Экстремалды үңгірлер кішкентай, ұяшық жасушаларында тек 2-3 адам әрең орналасады. Высота потолка в пещере примерно 5 метров, ширина метров 20, длина 10. Пещера довольно обширная. В древности в пещере могли разместиться несколько человек и найти здесь укрытие. В данной пещере, если громко крикнуть, можно услышать необычное эхо, которое образуется за счет наваленных камней в верхней части пещеры. Қарағандының археологтары үңгерлерді мен айналыны зерттеді. Әлемге әйгілі қоянды жәрмеңкесі болған екен. Бұл қоянды жәрмеңкесі тек қана сауда саттық орталығы емес, саясаттың да орталығы болған. Оған айқын биылғы жылы Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығына орай жаңағы зерттеп көргенде осы жердегі Қарқаралы өңіріндегі Ақтерек ауылында Ахмет Байтұрсыновтың ұстаздық еткен мектебі бар екен. Ол жер қазір мұражай болуда. Сол жерге барып Ахмет Байтұрсыновтың еңбек жолын көруге болады. Оның саяси жолы осы қоянды жәрмеңкесімен тікелей байланысты. С 1848 по 1930-е годы в городе проводилась один раз в год Каяндинская ярмарка. Жәрмеңкеге Ресей мен Орталық Азиядан маталар, қант, тұрмыстық заттар әкелінді. Жәрмеңкеде орыс және татар саудагерлері көп болды. Кейінірек мал сатумен айналысатын қазақ байлары көп болды. На Каяндинской ярмарке проводились собрания, на которых известные общественные деятели обсуждали социально-политические вопросы. Юрта – жилище казаха, удобный и практичный дом, который легко собрать и транспортировать во время кочевых переходов от пастбища к пастбищу. Это символ культуры Казахстана и других тюркских кочевых народов. Само слово «юрта» можно перевести как «родина», «отечество» или даже «народ». Біздің еліміздің тұрғындарының көпшілігі киіз үй туралы бәрін білетініне қарамастан, ең қарапайымнан бастау керек. Саш, смотри, у нас сейчас в руках с тобой составные части юрты. Это кереге, стена, уук, то, что образует купол, и шанырак. Это крыша юрты, которая еще и служила отверстием для выхода дыма и также для того, чтобы поступал свежий воздух. Киіз үйді жинау процесін әдетте әйелдер жасайды. Және 2-3 адамнан тұратын команда оны 1 сағатта тұрғыза алады. Алдымен есік жақтауы орнатылады. Оған кереге сілтемелер бекітіліп, шеңберді біртіндеп жабады. Кәдімгі киіз үй 6 кереге сілтемесінен тұрады, ал бай адамдар 10 сілтемеден тұратын үлкен киіз үйлер орнатады.
Содан кейін киіз үйдің ортасында биік шаңырақ бағанасында тұрған ер адам тұрады. Шаңырақ жиегінде көптеген төртбұрышты тесіктер бар. Оларға оқ тіректері кіре бастайды. Ал қалған ұштары керегеден жасалған шеңберге байланады. Место стыка стенок кереге обтягиваются специальной полосой из ткани, чтобы придать дополнительную жесткость конструкции. Затем начинается обтягивание войлоком вдоль стенок юрты. Привязываются полог на дверь, и купол покрывают двумя большими отрезами войлока, формируя крышу. Киіз үйдің кіреберісі әрқашан оңтүстік жағында орналасқандықтан, көшпенділер ішке енген күн сәулелері арқылы уақытты анықтап, күнін жоспарлай алады. Қарағанды облысы Қазақстан халқы ассамблеясының жұмысына кәсіпкерлерді тарту және бизнестің түрлі бағыттарында инновациялар мен жоғары технологияларды енгізу үшін қолайлы орта қалыптастыру кіреді. Шахтер совхозы 1954 жылы құрылған. Ол алғашқы жылдары бұрынғы Кеңес одағының түкпір-түкпірінен Украина, Беларусь, Ресей тың игеру жылдары құрылып, жұмыс істеді. Жергілікті тұрғындардан көптеген алғашқы тыңшылар болды. С первых дней существования совхоза над ним взяла шефство шахта имени Костенко. С 1986 года градообразующее хозяйство перепрофилировано в ТОО «Шахтерское», и им бессменно руководит Георгий Прокоп, которого единогласно избрали односельчане. 2003 жылдан бастап, біздің өңірдің шаруашылықтарын қамтамасыз ету мақсатында шаруашылыққа элиталық тұқым шаруашылығы мәртебесі берілді. Помимо нашей области, хозяйство предоставляет и соседним областям оригинальные семена, семена элиты, семена сельскохозяйственных культур первой, второй, третьей репродукции и товарного зерна. Ну и как в то время было и призывал президент, чтобы на первом плане это, конечно, для того, чтобы жили хорошо все, надо поднять нам производительность труда. Он и этот вопрос по сей день актуален, и актуален постоянно на любом этапе развития общества. Потому что от производительности труда зависит благосостояние тех людей, которые работают на этом предприятии, зависит и развитие этого предприятия. Ну и будем говорить, зависит и будущее предприятия. Практически в 2014 году мы второй раз обновили всю технику. Купили импортные трактора, импортные комбайны, которые заменяли те комбайны, 3 комбайна заменял. Мы сделали очень большой рывок в повышении производительности труда. Но самое главное, мы ездили очень много за рубеж, привезли новые технологии из-за рубежа по выращиванию зерновых, которые позволяют не только, значит, путем сокращения, значит, рабочих мест и путем увеличения производительности труда техники позволяет получить высокие урожаи, которые тоже в конечном итоге влияют на производительность труда в целом. Мы создали комфортные условия для работы людей. Мы в 2010 году поняли, что надо не только создать комфортные условия для работы людей, надо еще создать комфортные условия для жизни людей, для проживания наших людей, где они, значит, живут, в частности в нашем населенном пункте ТО «Шахтерское». И мы стали больше внимания уделять, значит, социальной сфере. Сегодня село Шахтерское – это развитая инфраструктура, парки, скверы, ровные освещенные дороги и фонтан, что редкость для села. 1100 тұрғынға арналған бассейн, спорт кешені, шағын футбол және баскетболға арналған алаңдар, сонымен қоса үрмелі аспаптар оркестрі мен мұзды айдында дайындалатын хоккей командасы бар. Шахтерская жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмысының негізі басынан бастап, адамдар, қызметкерлер ұжымы мен ауыл тұрғындары алдындағы жауапкершілік дәстүріне негізделген. Принцип «все для блага человека» стал основополагающим и в работе его основателя. 2019 жылы Астана қаласынан отбасымен бірге көшіп келдім. Одан бұрын ең бірінші оқу бітіргеннен кейін ауыл шаруашылығы министрлігінде жұмыс істедім.
кейін Қазақ агротехникалық университетінде жұмыс істедім. Осы шахтерскийға осында жұмыс бар, және осында мамандарға жақсы қарайды деп осында бір ниетпен келген тында. Сонда жаңа Георгий Георгиевичпен танысып, ол кісі инженер қызметіне алды 2019 жылы бірінші. Кейін жыл сайын жаңа қызметім өсе берді. 20 жылы бас инженер болып қалдым. Көшіп келген бетте 2 миллион теңге қаржылай көмек беріліп, жеке үй берілді. Қазіргі баста жаңа жеке автокөлік. Ол кезде договорға отырып 5 жылға деп келіскен болатынбыз. Енді қазір жұмыстың бәрін көріп, жұмыстың жағдайын көтерілгеннен бері әрине алдағы уақытта ары қарай жұмыс істеу деп мақсатымыз бар. Қалып осы ауылдың жаңа көркеуіне, көтерілуіне өзіміздің күшімізді салып, бір кірпішімізді қалап кетсек деген ойымыз бар. Дело первоцелинников из разных уголков бывшего СССР, созданных 67 лет назад это хозяйство, теперь продолжают потомки, которые своим созидательным трудом и любовью к родной земле создают красоту и комфортную жизнь для сельчан. Қазақстан халқы ассамблеясы кәсіпкерлер қауымдастығының атқаратын негізгі міндеттері өз өкілдерінің қызметін үйлестіру, елге шетелдік инвесторларды тарту, қазақстандық қоғамды әлеуметтік жаңғырту. Индустриальная зона города Сарани. В Советском Союзе в этих местах стоял Карагандинский завод резинотехнических изделий. Сегодня на его месте красуется Казтехно, завод по производству коммерческой техники и автобусов. Заманауи, жоғары технологиялық, экологиялық таза жолаушылар автобустары мен электроавтобустар өндірісі Қазақстандағы халықаралық сапа стандарттарына сәйкес келетін тау-кен, құрылыс және жол техникасы. Автобустардың әртүрлі модификациясын өндіру 2021 жылдың жазында басталған. Ал 2021 жылдың 2-ші тоқсанында бояу және дәнекерлеу технологияларын қолдана отырып, шағын тораптық өндіріс іске қосылды. Все технологическое оборудование подбиралось совместно со специалистами бренда Yutong. Все производственные линии, исходя из существующих зданий и сооружений. На сегодняшний день на нашем предприятии трудится порядка 560 человек. Это в основном ребята, которые проживают в Саране, в Караганде, Абай, Актас, то есть у нас действует развозка, то есть со всего пригорода Караганды, наверное, со всей агломерации мы привозим сотрудников к нам на территорию завода. Вместе с этим у нас организована система обучения с политехническим колледжем Карагандинским, Саранским колледжем, где подготавливают наших специалистов, переподготавливают специалистов для нас. В текущем году у нас в заказах порядка 1000 единиц. В общем, 9 основных моделей, которые производятся на нашем заводе. Есть туристические автобусы, городские модели. И каждую модель, в зависимости от потребностей клиента, мы можем произвести как на дизельном топливе, на газовом топливе, так и электрически. Особое внимание уделяется экотранспорту. Электроавтобусы Yutong – приоритетное направление Саранского завода. 4 июля первая партия электрических автобусов будет передаваться в городе Астана. В принципе, можно сказать, что это первые 18-метровые сочлененные автобусы на электрической тяге в СНГ. Казтехно зауыты жергілікті тұрғындарды оқыту мен қайта даярлауға шақыра отырып, қаланы дамытуға ресурстарды белсенді түрде жұмсайды. Оның ұжымының өзегі бүгінде қалыптасты. После вывода завода на полную проектную мощность ожидаемое количество новых рабочих мест составит до 1000 человек. 2022 жылы Казтехно заводында 600-ге жуық көлік өндірілген екен. В 2023 году на производственной площадке Казтехно планируется произвести порядка 1000 транспортных средств. Все протекающие процессы на данном заводе соответствуют всем требованиям, установленным в Республике Казахстан касательно сборки крупногабаритных транспортных средств. На данном предприятии осуществляются работы по
сборки, покраски, сварки техники. Общий бюджет инвестиций составил 11,9 миллиардов тенге. Проектная мощность 1200 автобусов в год. Қазтехнозауыты Саран қаласындағы жалғыз заманауи зауыт емес. Одан 500 метрін қашықтықта 2 жыл ішінде саланған Камма Тайрс Керзет шина зауыты орналасқан. Татарстан-Қазақстан ынтымақтастығын қарым-қатынастарды нығайту үшін кеңейту. Бұл Қарағанды облысы, Қазақстан халқы ассамблеясы, кәсіпкерлер қауымдастығының қызметімен байланысты көлемді жұмыс. Проект по производству шин стартовал в 2021 году. Сам проект реализует ТО Камма Тайрс KZ. 13 декабря 2022 года состоялся торжественный выпуск первой казахстанской автомобильной шины. В год здесь планируется выпускать 4 миллиона шин для разных видов техники. На такую проектную мощность запланировано выйти в 2024 году. Это совместное предприятие АО «Группа компаний «Алюр» и ПАО «Татнефть». Вообще основная цель Ассоциации предпринимателей – это создание благоприятного инвестиционного климата в нашем регионе. Мы говорим сейчас только за наш филиал. Это создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения иностранных инвесторов. Для этого у нас стоит задача какая? Мы сейчас разрабатываем программу работы с этносами и со странами происхождения этих этносов, определяем отраслевую принадлежность. То есть разные страны добились в разных отраслях определенных успехов. Естественно, мы бы хотели, чтобы, как мы все же патриоты своей страны, граждане своей страны, мы хотим, соответственно, чтобы у нас тоже было это внедрено и реализовано. И мы будем вести переговоры с этими странами через этнос, да, то есть о том, чтобы привлечь, произвести представление нашей, допустим, области, да, по возможности инвестирования в определенную отрасль, горно-рудную, производственную, сельскохозяйственную, научную, без разницы, любое направление, то есть мы можем представить и с определенным этносом отработать с их, допустим, торгово-промышленными палатами, которые существуют на территории страны происхождения этого. Компанияның саясаты, мұндай тілегі бар кез келген адам команданың бір бөлігі бола алады. Кез келген адам жасына және кәсібіне қарамастан қайта оқып, шина зауытының маманы бола алады. Высокий уровень автоматизации производства позволяет контролировать технологический процесс выпускаемой продукции на всех этапах производства. Проектная мощность завода составляет 3,5 миллиона шин в год. Это 3 миллиона легковых шин в год и 500 тысяч грузовых шин. План реализации по нашей продукции составляет это в первую очередь обеспечение рынков сбыта Республики Казахстан, а также рынков Центральной Азии. Хотелось бы особо отметить, что лучшие технологии за последние периоды лет шинной индустрии Татарстана, а именно компании «Татнефть», на сегодняшний день пришли в Республику Казахстан. И аналогов данного проекта на сегодняшнем Казахстане не существует. Данное производство важно для развития нашей промышленности, так и является показательным примером для развития моногородов, особенно в вопросах трудоустройства. Камма Тайрс KZ Қазақстан Республикасының автомобиль өндірісін оқшаулау деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. Өнімдер автомобильдердің бастапқы жиынтығына, сондай-ақ қайталама нарық пен экспортқа бағытталатын болады. Производственный цикл Саранского завода включает в себя 126 единиц основного технологического и 528 вспомогательного оборудования ведущих отраслевых производителей. Өндірістегі технология мен жабдықтар автоматтандырудың жоғары деңгейімен, энергия тиімділігімен және қоршаған ортаға минималды зиян әсерімен ерекшеленеді. На заводе в единой последовательной схеме реализованы все технологические процессы. От подготовки сырья, приготовления резиновых смесей, заготовки, сборки сырой шины до вулканизации и инспекции качества. Қазақстан халқы ассамблеясы зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекеттің дамуына белсенді қатысады. Елдің экономикалық өсуі, әлеуметтік ілгерілеуі және демократиялық дамуы қоғамның бірлігін нығайту және сақтау кезінде ғана мүмкін болады. В своем недавнем выступлении на сессии Ассамблеи народа Казахстана глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев особо отметил тот факт, что на всех уровнях образования необходимо соблюдать принцип единства в многообразии.
Я, как представитель сферы высшего образования и молодежной политики, также отмечаю важность этого принципа. И в нашем Карагандинском техническом университете имени Абылкаса Сагинова мы стараемся этот принцип успешно реализовать. Для реализации этого принципа является развитие системы студенческого самоуправления с той целью, чтобы молодежь сама брала на себя ответственность, проводила интересные для себя мероприятия. Одним из важных направлений на сегодня является развитие технических наук, в том числе и промышленности. Ведь Караганда славится своим промышленным ресурсом. Осыдан 10 жыл бұрын нанотехнологиялар, нанороботтар деген сөздерді біз кино әлемінен естісек, бүгінде оларды көзбен көріп жүрміз. Творческий коллектив Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова представил проект повышения коррозийной стойкости черных и цветных металлов путем использования галоазетиновых нанотрубок. Әрбір металлургиялық домна пешінің 4-шісі коррозияға жұмыс жасайды. Себебі коррозия ол, яғни металл білеміз, ол өзін-өзі жейді. Осы нәрседен құтылу үшін біздің Аристотель Зиновьевичтің басқармасымен біздің ғалымдар осы университеттің осы галоазит нанотүтікшелерін қолданып, коррозияға қарсы жабын ойлап тапты. Суть работы нашей, она заключается в том, что, или основывается точнее на том, что есть такой материал, как галоазит, это глина природная, она имеет в своем составе, так скажем, естественные нанотрубки. Бұл галоазит нанотүтікшесінің артықшылығы, ол өзін-өзі қайта қалпына келтіре алады. Яғни нанотүтікше өзін контейнер ретінде жұмыс жасап, біз қолданылатын антикоррозияға, яғни коррозияға қарсы жабындарды өзінің түтікшесіне толтыра отырып, болашақта қандай да бір механикалық зақымдану немесе коррозия болған жағдайда, олар өзі контейнерлардың ішінен жабынды шығара отырып, қайтадан өзін-өзінің қалпына келтіре алады. Была сконструирована установка для производства антикоррозионных покрытий. Ну и вообще в целом был, в том числе на средства гранта, открыт участок для производства антикоррозионных покрытий, и она называется у нас Сактау. Тағы бір айта кететін нәрсе, бұл галоазит нанотүтікшесі, яғни негізі әлемде Жаңа Зеландияда да бар, бұл медицинада көп қолданады. Ал нақты осы металлургия саласында, шын айтсақ, Қазақстанда біз бірінші қолданушы болып табыламыз. Тағы бір жақсы нәрсесі, бұл алысқа бармай-ақ осы Қарағанды маңында ақ глинище деп аталатын жер қойнауында осы галоазит нанотүтікшесін алуға болады. Әрине бұл технология біздің университеттің көптеген ғалымдарымен бірге отырып жасалған, сондықтан бұл технологияның сыры көп деп айтсам да болады. Болашақта бұл жоба әрі қарай да өзінің қызметін жалғастыратынына сенімдіміз. Бүгінде сақтау жабыны бар металл конструкцияларды біздің өңірдің, тұтастай алғанда еліміздің барлық дерлік өнеркәсіптік алыптары тұтынады. Қарағанды облысының Қазақстан халқы ассамблеясы өнеріміздің дамуындағы заманауи үрдістерді қолдайды. Одним из основных новаторов для дальнейшего развития казахстанского общества является Назарбаев интеллектуальная школа города Караганды. Я представляю проект «Stroke Rec-AR». Это проект, предназначенный для того, чтобы интерактивно реабилитацию проводить для пациентов, перенесших инсульт. Мы уже провели тестирование и апробацию на базе клиники Гиппократ при поддержке Карагандинского областного молодежного центра ЖАС-ПРО, а также волонтерского клуба Моздобра. Вместе с волонтерами мы каждую неделю проводили тестирование с реальными пациентами и получили результаты, которые вывели в исследование. Вот здесь есть 4 корзинки разных цветов. Так. Вот, вы играете за фрукт, который падает. Он красный, надо его в красную корзинку. Более подвижная получается. Да, это для ног. Так. Танцующий садовник. Если развернуться, там лицо будет пока? Не знаю. А правда, вот получается, для ног тоже, для ног просто ходить, да? Вот. Да, для ног ходить влево-вправо обычно. Для ног есть еще, где нужно ноги в сидячем положении разбегать, выдвигать. Шлагбаум и...
Вы знаете, я не перестаю удивляться и восхищаться, несмотря на свой уже не молодой и не маленький возраст, всему тому прекрасному, что вижу вокруг себя. Те люди, с которыми я вот сегодня встретился, они воплощение моего представления о будущем Казахстана, о будущем нашего региона. Вот молодой человек, выпускник школы, который рассказывает о проекте для реабилитации пациентов, перенесших инсульт. Мне, как врачу, это очень близко. И мне очень радостно, что такие неискушенные еще в медицине ребята, но уже интеллектуалы и уже пытающиеся быть интеллектуалами в медицине. И дай им Бог, дай им хорошего пути. А модель выпускника Назарбаев интеллектуальной школы – это личность, которая свободно владеет 3 языками, абсолютно не ограничена в мышлении, имеет такое действительно глобальное мировоззрение на многие вещи. Достар, көргендеріңіздей ұланның жасаған бұл құрылғысы дене қимылдарын, жүрек қозғалысын жақсартуға бағытталған. Және алдағы уақытта бұл жоба тек қана біздің Қазақстанда емес, бүкіл әлемде қолданысқа енеді деген сенімдеміз. В системе воспитательной работы я бы хотела остановиться на объединении, ученическом объединении «Шанарак». «Шанарак» – это ученическое объединение детей, дети разновозрастные, с разных языком обучения, я имею в виду с разных отделений. И они благодаря системе наставничества, системе помощи друг другу, дети друг друга дополняют, взаимообогащают. Таким образом, действительно, на практике мы имеем единство детей, независимо от того, какой нации, к какому вероисповеданию они принадлежат. И действительно это работает в действии. Ал достар, сапарымыз аяқталды деп айтуға болады. Біз бастапқы нүктеге қайтадан оралдық. Иә, бірақ мен басқа жерге көп болдым келеді. Мы посмотрели лишь малую часть нашей области, но узнали так много информации. Иә, бірақ бізді алда әлі талай сапарлар күтіп тұр деп ойлаймын. Сондықтан қамықпаңыздар. Ал құрметті көрермендер, сіздерге тілерім. Тарихымызды тереңінен біліп, бүгінгі болып жатқан жаңалықтарға баса назар аударып, келешек ұрпақ үшін жарқын болашақты жасауды тілеймін. Ал бізді осы сапарымызды басынан бастап шығарып салған достар күтіп отыр. Соларға барайық. Жүріңіздер.